Бейнебаянды бастамас бұрын айта кетейін. Каналға аз ғана адам жетпей тұр. Подписка басып көтсеңіздер, разы боламын. Бұл оқиға шын өмірден алынған. Жүрегіңізді тебірентетін, ойландыратын шынайы әңгімелерді осы видеодан тамашалаңыз. Кеш ерте түскендей көрінді. Үйдің іші тым-тыныш. Ас бөлмедегі сағаттың тықылы ғана естіледі. Ол дыбыс әйелдің жүйкесіне баяғыдан таныс. Күйеуі вахтаға кеткен сайын осылай болатын. Күйеуі кеткеніне 15 күн. Әлі 15 күн бар. Әйел терезеден сыртқа қарады. Аулада бірен-саран шамдар жанып тұр. Қараңғылық қалың. Қолындағы телефонын қайта-қайта тексереді. Күйеуінен хабар жоқ. Жұмыста шығар деп өзін жұбатады. Бірақ ішіндегі бір нәрсе мазасыз. Шай қойып диванға отырды. Телевизор қосулы. Бірақ не көрсетіп жатқанын білмейді. Ойы басқа жақта. Сол сәтте телефон дір етті. Бейтаныс емес номер. Ерлан. Күйеуінің досы. Бір ауылда өскен, бір цехта істеген, бір нанды бөліскен адамдар. Күйеуі оған қатты сенетін. Сәлем қарындас, мазалап тұрған жоқпын ба? Дауысы әдеттегіден өзгеше, шаршаңға, тіпті бір түрлі. Жоқ, не болды? Деді әйел сақтықпен. Қиын жағдай болып тұр. Үйге кіріп шықсам деп едім. Ұзақ емес, 1 сағатқа. Әйел үнсіз қалды. Ішінен, неге дәл қазір? Деген ой өтті. Күйеуің білетін шаруа, уайымдама, деп қосты Ерлан. Сол сөз шешуші болды. Жарайды, деді ол. Кел. Телефонды қойды. Жүрегі түсініксіз соғып кетті. Өзіне өзі артық ойлама деді. Бірақ іші бір түрлі. Жарты сағат өтпей есік қоңырау соғылды. Есікті ашқанда Ерланды көрді. Үстінде жұқа күртеше, иығы сәл еңкіш. Көзінде ұйқысыздық. Кір, деді әйел. Үйге кіргенде Ерлан аяқ киімін шешіп тұрып, бір сәт айналасына қарады. Үйдің тыныштығы, әйелдің жалғыздығы сезіліп тұр. Шай қояйын ба? Деді әйел әдеттегі сыпайылықпен. Иә, рахмет. Ас бөлмеде үнсіз отырды. Шайдың буы көтеріліп тұр. Ерлан бірден әңгіме бастамады. Әуелі қолын жылтып, терең тыныс алды. Уақытта қиын болып жатыр, деді кенет. Анау жақта бәрі жүйкені жейді. Әйел басын изеді. Күйеуі де солай дейтін. Ол қалай өзі? Деп сұрады Ерлан. Жақсы, деді әйел, бірақ дауысында сенімсіздік бар еді. Әңгіме осылай басталды. Алдымен күйеуі жайлы. Жұмыс, ақша, тұрмыс, кәдімгі әңгіме. Бірақ уақыт өткен сайын сөздің бағыты өзгеріп бара жатты. Сен жалғыз қалғанда қиын емес пе? Деді Ерлан шайын араластырып отырып. Бұл сұрақты ешкім бұрын тікелей қоймаған. Үйреніп кеттім, деді әйел қысқа ғана. Ерлан оған тік қарап қалды. Бір сәтке көздері түйісті. Әйел көзін тайдырды. Сағат 9-дан асып барады. 1 сағатқа ғана деп еді ғой, деп ойлады ол ішінен. Бірақ Ерлан орнынан тұрар емес. Сен күштісің, деді ол күтпеген жерден. Көбі бұлай шыдамас еді. Бұл сөз әйелді абдырат тастады. Жай комплимент сияқты, бірақ бір түрлі әсер қалдырды. Ерлан, кеш боп қалды, деді ол әңгімен аяқтағысы келіп. Иә, деді ол. Тағы аз ғана отырайық. Сыртта тым ғой. Әйел сағатқа қарады. Сыртта расымен қараңғы, көңілі екідай. Сол сәтте ол бір нәрсені сезді. Бұл түн әдеттегідей өтпейді. Есіктің ар жағында түн, үйдің ішінде 2 адам, ал күйеуі 100 шақырым жерде. Сағат тықылы тағы да анық естілді. Шай салқындап қалған. Әйел кесені қолына алып, ернін тигізбей қайта қойды. Ерлан болса асықпай ішіп отыр. Үндемей отыруы да бір түрлі ауыр. Үйің тыныш екен, деді ол айналасына қарап. Адамда тыныштыққа үйреніп кетеді ғой, ә? Әйел жауап бермеді. Бұл сұрақ емес, бірдеңені аңғартқан сөз еді. Алғашында қиын болды, деді ол біраздан соң. Кейін әдет. Әдет ең қауіпті нәрсе, деп күлді Ерлан. Адам бәріне үйреніп алады. Ол күлді, бірақ күлкісінде жеңілдік жоқ. Әйел оның жүзіне қарады. Бұрын мұндай байқай бермейтін. Қазір көзінің астында көлеңке, қабағы сәл түйіліп тұр. Сен де өзгеріпсің, деді Ерлан кенет. Қалай? Деді әйел абдырап. Сабырлырақ. Бұрын көп сөйлейтін едің. Әйел ішінен таңғалды. Мен оны сонша жақын танымайтын едім ғой, деген ой келді. Телефон тағы да үнсіз. Күйеуінен хабар жоқ. Ол саған жиі хабарласа ма? Деп сұрады Ерлан жай ғана. Қолынан келгенше, деді әйел. Байланыс қиын ғой. Ерлан басын изеді. Бір сәт үнсіз қалды. Ол сені қатты жақсы көреді, деді кенет.
Бұл сөз күтпеген жерден айтылды. Әйел не дерін білмей қалды. Білем, деді ақырын. Бірақ еркектер кейде байқамай қалады, деп жалғастырды Ерлан. Қасындағылардың не сезіп жүргенін. Ол сөзін аяқтамай тоқтады, бірақ айтпағы анық еді. Әйел орнынан тұрып терезеге жақындады. Сыртта шамдар дірілдеп тұр. Қараңғылық қою. Ерлан, сен не айтқың келіп отыр? Деді ол арқасын беріп. Ештеңе, деді ол тез. Тек сөйлескім келді. Әйел қайта отырды. Арадағы қашықтық бұрынғыдан қысқарып қалғандай. Біреу орындықтарды жақындатып қойғандай сезілді. Бүгін бір түрлісің, деді әйел. Мүмкін, деді Ерлан. Себебі мен де жалғызбын. Осы сөз ауада ілініп қалды. Жалғыздық кейде адамды сөйлетеді, деп қосты ол. Кейде артық сөйлетеді. Әйел жүрегінің соғысын анық сезді. Бұл әңгіме енді жай әңгіме емес екенін түсінді. Сағат 10-нан асып кетті, деді ол тағы да. Білем, деді Ерлан. Бірақ мен қазір шықсам, қайда барам? Бұл нақты сұрақ еді. Әйел үнсіз қалды. Бір сәтке өзін тұйыққа тірелгендей сезінді. Айтса ыңғайсыз, үндемесе жауаптың өзі. Диванда отыра тұр, деді ол ақырында. Біраз аздан соң жол ашылар. Бұл сөз айтылған сәтте-ақ әйел іштей өкінді. Ерлан басын изеді. Рахмет, деді жай ғана. Телевизордағы дыбыс қатты естіліп кетті. Әйел дыбысын азайтты. Үй бұрынғыдан да тыныш болып қалғандай. Сағат тықылы. Телефон үнсіз. Ал түн әлі ұзақ еді. Телевизордағы дыбыс фомға айналып кеткен. Экран жанып тұр, бірақ ешкім қарамайды. Әйел диванның шетінде, Ерлан қарсысында отыр. Аралары бір қол созым ғана. Сағат 11-ден асып кеткен. Әйел тағы да телефонын тексерді. Хабар жоқ. Күйеуінен де, ешкімнен де. Ол түнде мүлде шықпай ма байланысқа, деп сұрады Ерлан. Кейде, деді әйел қысқа ғана. Қиын ғой, деді ол. Адам күтіп отырады. Ол күтіп отырады дегенде әйел өзіне айтылғандай қабылдады. Ішінен бір нәрсе қозғалды. Айтуға болмайтын, бірақ бар нәрсе. Ерлан күртешесін шешіп диванның арқасына іліп қойды. Қалтыратып кетті, деді ол. Үйің жылы екен. Әйел оның бұл қимылын байқап қалды. Бұл неге шешінді деген ой жылт етті де тез өшірді. Шай ішесің бе тағы, деді ол орнынан тұрып. Ішем, деді Ерлан. Егер сен де қарсы болмасан. Ас бөлмеде екеуі қатар тұрды. Әйел кеселерді алып жатқанда Ерлан тым жақын тұрған сезді. Ығы-ығына тиіп кете жаздады. Ол бір қадам алшақтады. Кешер, деді Ерлан баяу. Байқамай қалдым. Бірақ ол байқамаған жоқ еді. Шай қайта қойылды, бірақ бұл жолы үнсіздік бұрынғыдан ауыр болды. Мен бастапқыда 1 сағатқа ғана кірем деп ойлағам, деді Ерлан. Бірақ кеткім келмей тұр. Неге? Деді әйел өзі де байқамай. Ерлан бір сәт ойланып қалды. Себебі, деді ол. Мұнда тыныш, мұнда біреу тыңдайды. Бұл сөз әйелге тікелей әсер етті. Көптен бері оны ешкім тыңдамағандай еді. Ерлан, деді ол төмен дауыспен. Сен дұрыс емес жердесің қазір. Білем, деді ол тез. Бірақ ештеңе істеп жатқан жоқпыз ғой. Осы сөйлем бәрін өзгертіп жіберді. Әзірге деген сөз айтылмаса да, екеуінің де ойында тұрды. Сол сәтте сырттан желдің қатты гуілі естілді. Терезе сықырлады. Үй ішіндегі жарық бір сәтке жыпылықтап барып, қайта жанды. Электр тағы да өшетін шығар, деді әйел. Егер өшсе, деді Ерлан сөзін аяқтамай. Не, деді әйел. Ештеңе, деді ол. Айтпай-ақ қояйын. Әйел жүрегінің дүрсілін сезді. Бұл жай ғана қорқыныш емес еді. Сен кетуің керек, деді ол батылдық жинап. Ерлан орнынан тұрды. Әйел бір сәт жеңіліп қалғандай болды. Бірақ ол күртешесін алмай терезеге қарай жүрді. Қараш, деді ол. Боран күшейіп келеді. Қазір жолға шығу ақымақтық. Әйел де терезеге қарады. Шында да сыртта жел ұйтқып тұр. 1 сағатқа ғана, деді Ерлан. Жол ашылғанша. Бұл жолы әйел қарсы ештеңе айта алмады. Сағат 12-ге жақындап қалған. Түннің ортасы. Үйде 2 адам. Ал сыртта кетуге мүмкіндік жоқтай. Әйел ішінен бір ғана ойды анық сезді. Осы сәттен кейін бәрі басқаша болады. Жарық толық өшпеді, бірақ әлсіреп тұрды. Ас бөлмедегі шам бозарып, көлеңкелер ұзарды. Үй бұрынғыдай емес, бөтен, тар сияқты. Ерлан терезеден ұзақ қарап тұрды да ауыр күрсінді. Кейде адам өз өмірінен қашып келеді, деді ол кенет. Әйел диванда үнсіз отыр. Бұл сөздің өзіне арналмағанын білсе де ішіне тиді. Мен сендерге жиі келмейтінмін ғой, деп жалғастырды Ерлан. Әдейі. Неге? Деді әйел. Себебі, ол тоқтап қалды. Артық ойлардан қорықтым. Әйелдің жүрегі шым ете қалды. Қандай ойлар? Деді ол.
бірақ бұл сұрақты қоюға дайын емес еді. Ерлан бұрылып оған тік қарады. Бұрын мұндай көзқарасты көрмеген, ашық, жасырын емес. Менің өмірім шашылып кетті, деді ол баяу. Отбасы жоқ, үй жоқ. Бір жұмыстан, бір жұмысқа. Ал сендерде бәрі бар сияқты көрінетін. Көрінетін, деді әйел еріксіз. Бірақ ішін ешкім білмейді. Бұл сөз өзінен өзі шығып кетті. Айтып қойғанына бірден өкінді. Ерлан оны ұстап алды. Дәл солай, деді ол. Ішін ешкім білмейді. Ол да диванға отырды. Бұл жолы тым жақын. Әйел шегінгісі келді, бірақ қозғала алмады. Ол саған қатты сенеді, деді Ерлан. Кейде тым қатты. Бұл нені білдіреді, деді әйел. Кейде сенім соқырлық, деді ол. Ал соқыр адам жанындағыны байқамайды. Үй ішіндегі ауа ауырлап кетті. Ерлан, сен тоқта, деді әйел. Бұл дұрыс емес. Мен білем, деді ол бірден. Бірақ мен шындықты айтып отырмын. Ол басын төмен салды. Кейде адамды біреу тыңдаса болды, деді ол. Артық ештеңе керек емес. Әйел оның қолының қалтырап тұрғанын байқады. Сен бүгін көп іштің бе? Деп сұрады ол. Жоқ, деді Ерлан. Тек ішімдегіні көп жыл айтпадым. Осы сөздер әйелді жұмсартып жіберді. Ол өзін ұстап тұрған шекараның жұқарып бара жатқанын сезді. Сен жақсы әйелсің, деді Ерлан кенет. Ол соны біледі ме білмеймін. Жетеді, деді әйел қатқылдау. Бұлай сөйлеме. Ерлан үнсіз қалды. Сосын жай ғана. Кешір, деді. Артық кеттім. Бірақ айтылған сөздер кері қайтпайды. Сағат бірден асып кеткен. Әйел терезеге тағы қарады. Боран басылар емес. Түн ортасы. Күйеуі алыс. Үйде айтылмаған сөздер. Түн тереңдеген сайын ойлар да ауырлай береді екен. Үйдің іші тым тыныш. Тек сағаттың тықылы мен терезені сабалаған жел. Әйел диванның шетінде отыр. Қолындағы телефонды өшіріп қосып қояды. Экранда бір ғана үміт. Күйеуінің аты. Бірақ ол үнсіз. Хабар келмей ме? Деді Ерлан жай ғана. Жоқ, деді әйел. Әдетте бұл уақытта жазатын. Ол өзі де байқамай мұңайып кетті. Осын Ерлан бірден сезді. Уайындама, деді ол. Ертең бәрі жақсы болады. Ертең деген сөз әйелге алыс естілді. Қазір түн. Қазір ол жалғыз. Сен күткенді ұнатпайсың, деді Ерлан. Көзінен көрініп тұр. Кім ұнатады, деді әйел. Кейбіреулер үйреніп алады, деді ол. Ал сен үйренбегенсің. Бұл сөз оның жүрегіне дәл тиді. Себебі рас еді. Мен мықты болуға тырысам, деді әйел төмен қарап. Бірақ кейде шашайым. Бұл осы түндегі ең ашық сөз болды. Ерлан үндемей тыңдады. Кеңес берген жоқ, ақыл айтқан жоқ. Тек қасында отырды. Ол сені жалғыз қалдырмаймын деп уәде берген шығар, деді ол абайлап. Әйел басын изеді. Бірақ өмірде бәрі жоспардай болмайды, деп қосты Ерлан. Білем, деді әйел. Бірақ білу мен сезіну екі түрлі. Сағат 2-ке таяп қалған. Сырттағы боран сәл басылғандай. Бірақ жол әлі жабық. Ерлан кетуге асықпайды. Әйел де нақты кет дей алмайды. Егер қаламасаң, мен қазір-ақ кетем, деді Ерлан кенет. Бұл сөз күтпеген жерден айтылды. Әйел оған қарады. Осы сәтте бәрі оның жауабына байланысты екенін түсінді. Жоқ, деді ол бірден. Сосын өзінен шошып кетті. Яғни, қазір қауіпті ғой. Ерлан сәл жымиды. Бірақ ол жымиыс жеңіс емес, түсіну еді. Жақсы, деді ол. Онда тек отырайық. Олар үнсіз отырды. Бірақ бұл үнсіздік енді жай емес еді. Ол сөзден де қатты. Әйел бір сәтке көзін жұмды. Сол сәтте күйеуінің бейнесі елестеді. Дауысы, күлкісі. Не істеп отырсың дегендей. Ол көзін ашты. Ерлан оған қарап отыр екен. Сен қазір күресіп отырсың, деді ол ақырын. Көріп тұрмын. Әйел жауап бермеді. Себебі қарсыласуға күші азайып бара жатқан өзі де сезді. Бұл түн оны сынап жатыр еді. Жарық кенет қайта жыпылықтап өшіді. Үй бір сәтке мүлде қараңғылыққа батты. Электр кетті, деді әйел даусы дірілдеп. Сыртта жел күшейіп, терезені біреу ұрып жатқандай. Үй бұрынғы қауіпсіз жер емес сияқты сезілді. Ерлан орнынан тұрып, телефонның шамын жақты. Қорықпа, деді ол. Қазір қарайым. Жарықтың әлсіз сәулесі бөлмені бөліп жарып тұр. Көлеңкелер қабырғада қозғалып, түнді одан сайын ауырлатты. Әдетте тез келеді, деді әйел өзін жұбатқысы келіп. Иә, деді Ерлан, бірақ сенімсіз. Олар қайта отырды.
Бірақ енді арадағы қашықтық жоққа теңеді. Қараңғылық адамды ашық қылады екен. Білесің бе, деді Ерлан біраздан соң. Кейде бір түн бүкіл өмірді көрсетіп қояды. Нені айтқың келіп отыр, деді әйел. Мен бүгін сенің қандай адам екеніңді көріп отырмын, деді ол. Ал сен мені бұрын байқамаған шығарсың. Әйел жүрегінің дүрсілін анық естіді. Қараңғылықта бәрі анық сезіледі. Ерлан, деді ол қаттырақ. Біз тоқтауымыз керек. Біз не істеп жатырмыз, деді ол тыныш қана. Сөйлесіп отырмыз. Бұл сөздің қауіптілігі сонда еді. Сыртта бірдеңе қатты тарс етті. Әйел селк етіп орнынан тұрды. Боран күшейіп кетті, деді ол. Мүмкін сен бүгін қалуың керек шығар. Бұл сөз оның аузынан қалай шыққан өзі де түсінбеді. Ерлан оған тік қарады, ұзақ, үнсіз. Сен соны шынымен қалайсың ба, деді ол. Бұл осы түндегі ең ауыр сұрақ болды. Әйел жауап бермеді. Себебі шын жауапты өзі де білмей тұрды. Ол тек бір нәрсені анық сезді. Қазір бір қадам жасалса, кері қайту қиын. Мен сені ешқашан ренжіткім келмейді, деді Ерлан баяу. Бірақ мен де адаммын. Бұл сөз әйелдің ішкі қорғанысын әлсіретті. Жарық әлі жоқ. Телефондарда байланыс нашар. Үйде тек екеуі. Сағат 3-ке таяп қалған. Түн ортасы ең әлсіз уақыт екен. Әйел терең тыныс алды. Алдында екі жол тұрды. Екеуі де ауыр. Қараңғылықта уақыт баяулап кеткендей. Телефон шамының жарығы әлсіреп қайта сөніп қалды. Үйде енді тек сырттағы желдің гуілі мен екеуінің тынысы ғана бар. Әйел орнында тұрып қалды. Қайта отыруға да, алға жүруге де батылы жетпеді. Мен дұрыс істемей отырмын, деді ол сыбырлап. Ерлан орнынан тұрды, бірақ жақындаған жоқ. Сол күйі тоқтады. Дұрыс пен бұрыстың арасы кейде өте жұқа, деді ол. Бір сәт қана. Бұл сөз әйелдің ішін тітіркендірді. Себебі дәл сол сәт қазір еді. Егер сен бір қадам жасасаң, деді ол, даусы дірілдеп. Кейін бәрі басқаша болады. Ал егер жасамасаң, деді Ерлан. Бұл сұрақ күтпеген жерден соққылай киді. Әйел көзін жұмды. Сол сәтте күйеуінің дауысы, үйлену тойы, уәделер бәрі көз алдынан өтті. Бірақ дәл солардың арасында бүгінгі жалғыздық та тұрды. Мен әлсізбін қазір, деді ол ашық. Сол үшін қорқам. Ерлан бір қадам алға шықты да қайта тоқтады. Мен сенің әлсіз кезіңді пайдаланып кеткім келмейді, деді ол. Бірақ мен де өтірік айта алмаймын. Әйел көзін ашты. Екеуінің арасы бір қадам ғана, тек бір қадам. Сағаттың тықылы қаттырақ естілгендей болды. Уақыт қысым жасап тұр. Сол сәтте әйел шегінді. Артқа бір қадам. Жоқ, деді ол. Біз мұнда тоқтаймыз. Бұл сөз ауыр шықты, бірақ анық. Ерлан терең тыныс алды. Көзін төмен салды. Түсіндім, деді ол. Бұл дұрыс шешім. Бірақ даусында өкініш бар еді. Үй қайтадан тым тыныш болып кетті. Бірақ бұл тыныштық басқа, ауыр, айтылмаған нәрселерге толы. Сағат 4-ке таяп қалған. Әйел жоқ дегеннен кейін үйдің іші бұрынғыдан да тарылып кеткендей болды. Сөз айтылмайды, бірақ бәрі айтылып қойған. Ерлан күртешесін алып қолына ұстап тұрды. Киіп жатқан жоқ, кеткісі келетіндей, бірақ кетуге батпай тұрғандай. Мен шығып такси шақырайын, деді ол ақырын. Боран әлі басылған жоқ, деді әйел. Бұл жолы ол тоқтатқысы келіп айтпады. Тек шындықты айтты. Бірақ сөздің өзі қайтадан бәрін шатастырып жіберді. Ерлан басын изеді. Онда мен кіребесте отыра тұрайын, деді. Бұл да шекара еді. Үйдің ішінде, бірақ алысырақ. Ол кіреберіске өтті. Әйел жалғыз қалды. Диванға отырды да бір сәт қозғала алмай қалды. Денесі шаршаған, ал ойы тыныш емес. Телефонын алды. Күйеуінен бір ғана хабар. Байланыс нашар, ертең жазам. Осы екі сөйлем жүрегіне ауыр тиді. Дәл қазір керек еді. Дәл осы түнде. Кіреберістен бір дыбыс естілді. Ерлан орындыққа отырған сияқты. Сен ұйықтамайсың ба? Деді ол алыстан. Ұйқы келмей тұр, деді әйел шындықты жасырмай. Маған да. Тағы үнсіздік. Бір кезде Ерлан қайта келді. Бұл жолы асықпай. Мен кетем, деді ол. Боран бәсеңдеген сияқты. Әйел орнынан тұрды. Есікке дейін бірге барды. Қолдары қимылсыз. Көздері кездесіп қалды. Бүгін бәрі артық болды, деді Ерлан. Иә, деді әйел. Бірақ бәрі болған жоқ. Бұл сөз екеуіне де ауыр тиді. Ерлан есікті ашты. Суық ауа кірді. Түн тынысы сезінді.
бір нәрсе айтайын, деді ол кенет. Сен жаман адам емессің, бұл түн соны дәлелдеді. Әйел жауап бермеді. Себебі көзінде жас тұрды. Ерлан шығып кетті. Есік жабылды. Үй қайтадан тыныш. Бірақ бұл тыныштық енді бос емес. Әйел есікке қарап тұрып қалды. Ол бір нәрсені анық түсінді. Кейбір түндер ештеңе болмағанмен бәрін өзгертіп жібереді. Сағат 5-ке жақындап қалған. Есік жабылғаннан кейін әйел ұзақ қозғала алмады. Үйде енді тек өз тынысы ғана бар сияқты. Қабырғалар да тыңдап тұрғандай. Ол шамды жақты. Жарық бар, бірақ жылу жоқ. Сағат 5-ке таяп қалған. Ұйқы келмейді. Көзін жұмса ой, көзін ашса сол ой. Ас бөлмеге өтті. Су ішті. Айнаға қарады. Айнадағы әйел кеше-кешке дейінгі өзі емес. Көзінде бір түннің ізі бар. Телефонды қолын алды. Күйеуінің хабары қайта ашық тұр. Ертең жазам. Ертең, деп сыбырлады. Осы сәтте телефон тағы дір етті. Ерлан. Жүрегі тарс ете қалды. Бірнеше секунд ойланып тұрды да ашты. Мен жеттім, жол қиын болды. Бірден жауап жазғысы келмеді. Бірақ үнсіз қалуда мүмкін емес еді. Жақсы, жеткеніңе қуаныштымын. Жауап бірден келді. Бүгінгі түн туралы. Осы жерде ол демін ішіне тартты. Ешкімге айтылмайды. Сен де, мен де білеміз. Солай дұрыс. Әйел экранға ұзақ қарады. Бұл сөздің салмағы ауыр еді. Айтылмайтын нәрсе, ұмытылатын нәрсе емес. Иә, деп жазды ол қысқа ғана. Телефонды қойды. Диванға отырды. Терезеден сыртқа қарады. Көкжиек ағара бастапты. Түн кетіп барады. Бірақ түнмен бірге бәрі кетпейді екен. Ол ішінен бір нәрсені анық сезді. Бұл түн оны әлсіз емес, саналы еткен. Себебі ол тоқтай алды. Бірақ сол тоқтаудың өзі де із қалдырды. Ас бөлмедегі сағат тағы тықылдай бастады. Таң келді. Таңғы сәуле терезеден ақырын сырғып кірді. Үй бұрынғыдан өзгеше көрінді. Түннің ауыр тыныштығы әлі ізі қалған. Бірақ сыртта жаңа күн басталып бара жатыр. Әйел диванға отырды. Көзінде шаршау. Қолында телефондағы соңғы хабар. Қолын терең деммен жылатты, басын қолына қойды. Көз алдына өткен түннің барлық сөздері, үнсіздік, күтулер және шешімдер ойнады. Бұл түн бәрін өзгертті, деп сыбырлады өзімен сөйлескендей. Телефон тағы дір етті. Күйеуінен қоңырау. Сәлем, деді оның даусы. Әдеттегідей жылы, бірақ әлі де әлсіз шаттық бар. Қалайсың? Әйел телефонын қоятын шығар сияқты болды, бірақ жасырмады. Көзін жұма отырып, жақсы, тек бір түн қиын болды, деп жауап берді. Түсіндім, деді күйеуі. Өзіңді жайлы сезін. Әйел телефонды қойды да терезеге қарап тұрды. Күн шыққан сайын көлеңкелер қысқарды, бірақ ішкі өзгеріс жоққа шықпады. Ол енді бұрынғыдай емес еді. Үй бұрынғы тыныштығын сақтап қалғандай, бірақ бөлмедегі ауа ауыр еді. Түнде болғандар, айтылмаған сөздер тек қана оның ішкі әлемінде қалған. Қарапайым күнделікті таң, бірақ оның өмірінде бір бөлік түнге байланғандай. Ештеңе болмай қалды, деп ойлады ол. Бірақ бәрі өзгерді. Сағат таңғы 8-ге жақындап қалды. Әйел әлі диванда отыр. Терезеден күннің алғашқы сәулесін бақылап. Бөлмеде тыныштық, бірақ жүрек әлі дүрсілдеп жатыр. Телефон тағы да дір етті. Күйеуінен. Бұл жолы хабар ұзақ күткендей жылы болды. Сәлем, мен бүгін таңертең бардым. Сен қалайсың? Әйел қысқа жауап жазды, бірақ әр әрпі салмақты болды. Жақсы, тек бір түн қиын болды. Хабар тез жауапсыз қалды. Әйел демін ішке тартып, ойға батып отырды. Бұл жолы өзіне шындықпен қарау керек екенін сезді. Мен оған бәрін айталам ба, жоқ па? Деді ол өзімен сөйлеп. Әлде ішімде сақтаймын ба? Телефон тағы дір етті. Күйеуі қайта жазыпты. Жақсы, мен саған сенемін, барлық қиындықтардан аман шықтың. Әйел көзін жұмды. Оның ішкі әлемі екіге бөлінді. Бір жағы күйеуі, бір жағы түндегі Ерлан мен айтылмаған сөздер. Олардың екеуі де оның өміріне із қалдырғандай. Не істеу керек? Деп сыбырлады ол өзімен. Ашу керек пе? Әлде үнсіз қалдыру керек пе? Сағат тоқтап қалғандай болды, бірақ ішкі дауыс анық айтты. Бәрін бір сәтте шешуге болмайды. Кейде уақыт өз шешімін береді. Әйел телефонды қойып терезеге қарады. Күн ашыла бастады. Жел бәсеңдеді. Ал түн оның ойында, жүрегінде
есінде қалды. Ол бәрін біледі, бірақ бәрін айту міндетті емес еді. Мүмкін бәрі дұрыс жолда, деді ол өзімен сөйлеп. Ал шындықты мен ішімде сеземін. Күн көтеріле бастағанымен әйел ішкі жан дүниесімен түнді әлі өткізіп жатырдай сезінді. Диванда отыр, қолында телефон. Күйеуінен хабар бар, бірақ бір нәрсе оны толғандырады. Сол кезде тағы бір хабар келді. Бұл жолы Ерланнан. Мен кеттім, бірақ бәрін дұрыс жасадым деп ойлаймын. Бұл түнді ешкім білмейді. Тек сен менің ойымдасың. Әйел телефонды ұстап ұзақ қарады. Жауап жазғысы келді, бірақ саусақтары дірілдеп тұрды. Бір жағынан түннің бәрі, айтылған сөздер, көзге көрінбеген жанасулар. Бір жағынан күйеуі, өмірі, отбасы, сенім. Шынымен ешкім білмеу керек пе? Деп сыбырлады ол өзімен. Әлде бәрін айту керек пе? Ол телефонды қойды. Бір сәт тыныштық. Қабырғалар, терезе, диван, бәрі бұрынғыдай, бірақ енді ішкі өзгерістер сезіледі. Ерланның сөзін сақтау керек, деп ойлады ол. Бірақ ішімде бәрі бар. Бәрі көрініп тұр. Менің таңдаған жолым тыныштық. Сол сәтте әйел өзінің шынайы күшін сезді. Тек тоқтау бұл әлсіздік емес, бұл шешім. Оның ішкі әлемі өзгеше болды. Бір сәттің салмағы оны әлсіз емес, саналы етті. Телефон қайта дайыр еткен жоқ. Өзі тыныс алып, ішкі дауысын тыңдады. Көрген, сезген, өткен бәрі оның ішінде сақталады, бірақ сыртқа шықпайды. Бәрі болды, деді ол қаттырақ. Өз-өзін сендіре отырып. Мен дұрыс шешім қабылдадым. Күн толық көтеріліп, бөлмені жылы жарық басты. Сыртта боранның соңғы қалдықтары ғана көрінеді. Ағаштардың бұтақтары желде шайқалып, көшелер суланып қалған. Әйел диваннан тұрды. Терезеден сыртқа қарады. Көргені жаңа күн, жаңа мүмкіндік.